Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін өзім жиі жасайтын, өте дәмді болып шығатын чак-чактың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші 3 жұмыртқамызға 1 шай қасықтың жартысынан тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ал енді ұнымызды ситадан немесе ұн илегіштен өткізіп, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды біртіндеп қосыңыздар. Ұн қосып жатқан кезде 1 шай қасық разрыхитель қосуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды илеп болдық, енді пакетке салып, бөлме температурасына 20 минутқа демалдырып қоямыз. 20 минуттан кейін оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып аламыз, яғни қатты жұқа болмасын. Ал енді дәл видеодағыдай қамырымызды орналастырып аламыз, кейін 3 саусақтың көлемінде етіп турап аламыз. Енді әр қайсысын алып, ұзынша етіп орналастырып, дәл видеода көрсетілгендей қылып турап шығыңыз. Сол кезде біздің чак-чактарымыз, қамырларымыз ұзынша болып, әдемі болып шығады. Кейін міндетті түрде араластырып, ұн себелеп қойыңыздар. Қамырымыздың барлығын дайындап алдық. Енді қызып тұрған майға орта отта қызартып пісіріп аламыз. Ал енді келесі сиропты жасайтын боламыз. Шекерге суымызды құйып, орта отқа газға қоямыз. Шекердің толыққанды ерігенін күтеміз. Шекеріміз кішкене қайнай бастаған кезде лимон шырынын қосамыз. 1 шай қасықты лимон шырынын қосып болғаннан кейін, сироп сәл сарғайғаннан кейін барып, балымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде сироп сәл қызаруы қажет. Кейін сиропымыз ыстық күйінде чак-чактың үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде ыстық кезінде қосыңыздар. Менде чак-чакты осы контейнерге жинайтын боламын. Ішіне пищевой пленкамызды орналастырып, ішіне чак-чакты тығыздап орналастырып, бөлме температурасына немесе холодильникке 4-5 сағатқа демалдырып қоямыз. Сол кезде ол жақсы бір-біріне жабысып, қатып шығатын болады. Не достар, біздің чак-чагымыз дайын болды. Ал видеом ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видеолармен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін асықпай қарағандарыңызға рахмет.